Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге ауызашарға өте оңай, үйдегі бар заттардан өте дәмді әрі тойымды болып шығатын тағам түрін көрсетемін. Бар жоғы 20 минутта дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен суымызды қайнатып аламыз. Өзіңізге қажетті мөлшерде макаронымызды осылай суға салып қайнататын боламыз. 1 рет араластырып жібереміз. Міндетті түрде орташа отта қайнатамыз. Тұз салып орташа отта қайнататын боламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, қыздырғаннан кейін осылай фаршымызды салып, жақсылап араластырып отырып, қуырып алатын боламыз. Бұны да жай отта қуырамыз. Фаршымыз өте тез піседі. Осылай араластырып отырып, осы видеода көрсетілгендей болғанша араластырамыз. Кішкене су құйып, қақпағын жауып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Ендігі кезекте біз көкөністерді турап аламыз. Осылай пиязымызды үлкен кубиктеп турап аламыз. Қатты майдалап жібермеңіздер, осылай ірі қылып турап алатын боламыз. Өзіңізге қажетті мөлшерде көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Осылай пиязымызды турап алған соң фарштың үстіне салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Тағы да 2 минуттай қуырамыз. Сонан кейін сәбізімізді де тура солай кубиктеп, яғни 4 бұрышты қылып турап шығамыз. Өзіңізге ұнаған кез келген көкөністі қолдысаңыз болады. Капуста немесе тәтті бұрышты қоссаңыз да өте дәмді болып шығады. Осылай бетіне салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Егер сізде үйіңізде қызанақ болатын болса, оны қосып жіберіңіз. Дәмі өте керемет болып шығады. Егер болмаса, қоспай қойсаңыз да болады. Барлығын рет-ретімен салып болғаннан кейін 2 ас қасық томатымызды салып, дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қара бұрыш қосуды да ұмытпаңыздар. Және де дәмін өте керемет қылатын орегано деп аталатын осындай приправа салатын боламыз. Красный паприканы да салуды ұмытпаңыздар. Иісі және дәмі өте керемет болып шығады. Барлығын қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Құрметті менің көрерменім, алдағы уақытта өте оңай, қолжетімді, ерекше рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне кішкене су құйып, жай отта кішкене 10 минуттай бұқтыратын боламыз. 15 минуттан кейін біздің осылай макарондарымыз пісетін болады. Суын төгіп тастаймыз да, салқын суға 1 рет шайып аламыз. Және де осылай үстіне салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдын ала осылай сырымызды үккіштің ең майда көзінен өткізіп аламыз да, осылай тамақтың үстіне сеуіп шығатын боламыз. Газ оттың астын өшіріп, жақсылап 1 рет осылай араластырып жібересіздер. Сырымыз өте әдемі болып езіледі. Осымен біздің ауызашарға арналған тағамымыз дайын болды. Бас-аяғы 20 минутта пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналымда өте көп ауызашарға арналған керемет кешкі астар бар. Қарап көрсеңіз болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, тура 3 адамға үлкен порциядан шығады. Міндетті түрде ыстықтай жесеңіз өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Гүлзая ас болсын.